Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыс мезгілінде лағманымыз тез дайын болу үшін арнайы лағманға қосатын салат жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге керекті заттар: қызанақ, пияз, сарымсақ, жанду және тәтті бұрыш. Ең алдымен тәтті бұрышымызды осылай ұсақтап, төрт бұрыштап тураған маған ұнайды. Сондықтан осылай тураймыз. Сіздер жіңішке етіп турасаңыздар да болады. Пиязымызды жұқалап тураймыз. Жандуымызды да екі ұшын кесіп алып тастап турап алатын боламыз. Жандуды қосу қоспау өз қалауларыңыз. Тәтті бұрыштың әртүрлі түсінен алсаңыздар, салаттарыңыз әдемі көрінеді. Енді қызанағымызды да ұсақтап, әдемілеп турап аламыз. Ыдысымызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып, пиязымызды қуыруды бастаймыз. Пиязды жақсылап қуырып болғаннан кейін тәтті бұрышымызды салып қуырамыз. Тәтті бұрыштан кейін қызанағымызды да жақсылап қуырып аламыз. Бетін жауып, сол кезде қызанақтың суы шығып, әдемі болып қуырылатын болады. Ендігі кезекте жандуымызды саламыз. Содан кейін тұз бұрыштарымызды мөлшер бойынша өлшеп салып, ең соңынан сарымсағымызды қосамыз. Содан кейін банкаларымыз бен олардың қапақтарын міндетті түрде булап алатын боламыз. Банкаларымыз бен салатымыз ыстық күйінде, яғни суытып алмай, тез-тез салып шығатын боламыз. Арнайы жапқышпен қақпақтарын жақсылап жауып, банкаларымызды төңкеріп, одеялмен жып-жылы етіп орап қоямыз. Аулы күйінде 24 сағат тұру керек. Банкаларымыз әбден суығаннан кейін сақтайтын орынға апарамыз. Сонымен біздің лағманға қосатын арнайы салатымыз дайын болды. Егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Тағамдар каналы.